түнгі сағат 01 шамасында жедел басқару орталығы мен Түркістан қаласы бойынша орнатылған бейне бақылау камераларына зерделеу жұмыстары жүргізілді. Осы нәтижесінде Түркістан қаласы Ататүрік мектебі жанында ақ түсті Kia автокөлігінің жүргізушісі белгісіз затты иіскеп, мінез-құлқы өзгерген байқалған. Осыған байланысты аталған автокөлікке патруль полиция қызметкерлері жолданып, нәтижесі бойынша есірткі затын заңсыз сақтау жайты анықталған. Қазіргі таңда Түркістан қалалық полиция басқарма қызметкерлерімен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 296 бабы 2 бөлімімен заңсыз есірткі затын сақтау жайты бойынша тергеп-тексеру шаралары жүргізілуде. Ақ түсті